рәміздерімізге біз қалай құрмет көрсетуіміз керек? Енді біз әр кезде айтып жүреміз, мемлекеттік рәміздерді құрметтеу әрбір азаматтың тікелей борышы, әрбір азаматтың міндеті. Біздер былтырдан бастап туымыз төрімізде деген үлкен акция бастап жүргізген болатынбыз. Ол жерде біздің негізгі түпкі мақсатымыз әрбір қазақстандықтың үйінде мемлекеттік ту болуы тиіс. Әрбір қазақстандықтың үйінің төрінде мемлекеттік ту ілініп тұруы тиіс. Ол мереке кездерінде үлкен ұлттық мерекелер бар, жай мерекелер бар кезде балконға шығарып білу мақсатында. Мемлекеттік рәмізді әрбір отбасы өз тарапынан насихаттай алатын болса, бұл Қазақстан деңгейінде ол өзінің жұмысын жалғасын тауып жатады. Сондай-ақ бізде білім беру мекемелерінде әрбір дүйсенбі күні мемлекеттік гимн орындалады. Білім беру мекемелерінде 90-на бірлік патриоттық бағытта сабақтар жүргізіледі. Сондай-ақ барлық облыстарда бізде мемлекеттік рәміздерге арналған комиссиялар бар. Комиссиялар жұмыстарын жүргізіп жатыр, мониторингтарын жүргізеді, тексереді, насихат шараларын да ұйымдастырып жатыр.